Бұл да бір кісі көңіл бөлетін жай болатын. Ол бір заманда Шыңғысханның Жошы дейтін үлкен ұлының ұрпағынан тарайтын Әбілпейіз ханнан төре сұрай барған керей кісілеріне Әбілпейіз хан Көкодай дейтін ұлы мен Сәмен Жабағы деген екі інісі мен үшеуінің шешесі Тұмар дейтін тоқалымен қосып бірақ көшіріп беріпті. Көкодайдың Сәмен дейтін сол інісі малды басты болыпты. Оның Қожамжар дейтін баласы осы арал жайлауынан мекен тұтыпты. Жаңағы тілге тиек болған төре осы Қожамжар болатын. Өміртайдың жанындағы бір қария Қалдыбайдан айырылғаннан кейін-ақ Қожамжарды ақ киізге салып көтеретіндей көпірте сөйледі. Өтірік айтса өзіне сын, ол төре жайын толық біледі екен. Қожамжардың өз күндігінен 11 ұл бар. 11 ұлы 11 ауыл, деп бастады ол әңгімесін. 3000-ға жететін қожамдардың жылқысы шетінен қара келеді. Қарайрықтың шығысы мен батысын алып жататын екі үлкен дара Қожамжардың Самырқан, Батырқан дейтін ұлдарынікі. Алдымыздағы анау көсіліп жатқан көк жотыда, анау Апайтөс Ақбұлақ да осы Қожамжар ұрпағының меншігі. Мал кіндікті жер деп осы аралда айтса болады. Өміртай тымағын жымыра киіп, бүркіттей көк жотаның көз ұшында жатқан сай салыларына бойлап қарап тамсанып келеді. Бұлар әрбер дегеннен кейін ең қарағайдан шабылған 15 құлаштай ұзын науағы кез болды. Мынау, деді әлгі қария, Қожамжардың жылқысын қостап бағатын жылқышылардың жұрты. Еріккен жылқышылар шақшыларын осы науаға қатарластырып қойып, үстінен сабаман әкеліп қымыз құйып, шақша жарыстырып ойнайды екен. Соң көл болып орнаған қымыздың үстіне ашы төгіп тастайды екен. Қай айғырдың үйірі ашыға аңсары ауса, өздіктерінен сол күні келіп, Ашлы көлден сарғын басып, өрістеріне кетеді екен. Ал әнеу төренің өз ордасы отырған Ақбұлақтың да шежіресі өзіне басқа. Бүкіл бір бұлақты ағартып ағызамыз деп, біткен қымызды жиып отырған саба-саба іркітті суға құйыпты ғой. Тасығанда өткел бермейтін бір бұлақтың Ақбұлақ атануына осы себепкер болған. Әуле күтөрелердің осымен абырой тапқанын көрерміз әлі, деп қалды Сабылдық, қарияның сөзін ұнатпай. Төре қоныстарының салтанатын көре жүрген Өміртайлар күн екінтіден жоғарырақ тұрғанда төре ауылына келіп жетті. Ақсүйектерге істетілетін жосын бойынша аттарын қамшысын әудем жерге тастап, ордаға қарай жаяу аяңдады. Қожамжар өзінің самалдығында, аю терісінің үстінде, құш жастықта шынтақтап жатыр екен. Өміртайлар бастары жерге жеткенше иіліп, қол қусырып сәлем беріп еді. Қожамжар сәлем алмады. Сәлем алғанды қойып, көсілген аяғын жимастан жантайып жата берді. Не төреден, не төлеңгіттен жылы шырай байқай алмаған Өміртайлар: сен төре болсаң, біз төрттің біріміз. Кесірің өз басыңа деп, сызғабақ танытқан бойы аттанып жүре берді. Жолаушылар кетіп бара жатқанда, бағанағы жұдырығын түйген Қалдыбай бұл жолы ерінін шығарды. Сөйтсе, осы Қалдыбай Өміртайлар көкжота айланып, төренің салтанатын қызықтап жүргенде, төте жолмен ауылына келіп, Сабылдықтың өңменнен өткен сөзін айтып төреге шағынған екен. Бар кесел осыдан өнсе керек. Өміртай төренің бұл қиғылығына қуанбаса ренжіген жоқ. Ерінін шығарған Қалдыбайға жұдырығын түйіп жүре берді.
Қалдыбай Өміртайдан көрген қорлығын айтып төресіне шағынса, аман есен үйге келген Өміртай төреден көрген қорлығын айтып апасына шағынды. Апасы, мұны ағаңа барып айтқаның жолды болар деп, Өміртайды Қароспанға жіберді. Қароспан өз басына қамшы тигендей кеудесінің түгі түкірейіп, «Шақыр абызды, қағаз қарындашын ала келсін» деп саңқ ете түсті. Зұрғаны келгенде, «Бұл жолы Қожамжар төреге жазылатын хат сенің мәймөңкеңді көтермейді. Мен боқтасам боқтап жазасың. Ғизатлы ва құрметлы ұлы мәртебелі деген анжықтың сөзін қоспайсың» деп, алдымен Қожамжарды жер жебіріне жетіп янаттап алды. Ең соңында, «Ат көтіне мінгестіріп келген қу төре, сен кімді басынасың? Тұқымың құрыйды осы жолы. Басыңа абай бол» деп жазғырды да, саусағындағы күміс мөрін «Мә, бас мынан» деп зұрғанына лақтырып тастады. Қароспан ертеңінде Бақышты шақыртып алды. «Өзіңді шет жағасын естіп жүрген сөз ғой. Темірдің қызуы бабына келіп қалған бір шақ екен. Я шіге, я бүге болар. Сәт болғасын бір соғып қалмай болмайды. Мынау қатты Қожамжардың қолына апарып тапсыр. Сеннен басқа кісінің қолынан келмейді. Әйтеу, қатты алдымен жолыңдағы жылқышыға көрсетіп алмай, ары кетпе» деп қағазды оның қолына берді. Бақыш «Ұқтым» деді де, қағазды үнемей қойнына тығып алды. Қароспаны ханым айы, Бақыш, Өміртайы болып, кімдерді жығып қызғын көргісі келеді. Бұлардың алып қара құстай, аспанда айланып жүргені қандай жемтік. Осы хатты жолдап отырған Қожамжардың арғаталары Әбілпейіз ханнан ат түйедей қалап әкелген Көкодайды керей билері ежен қанға апарып көрсетіп, көрімдігіне гүңдік мәнсәп әперіп бір тынған. Соның заңды мұрагері Ажы өз заманында осы ұштаста керей билерінің кеңесін шақырып, өз еріктерімен ақылшым болады деп уәзір есебінде 4 би сайлатып алыпты. Керейдің сол кездегі атқа мініп жүрген көк тассыз билері көп кеңесіп, көп талқылай келіп, 4 бидің екеуін Жәдіктен, екеуін Жәнтекейден сайлап беріпті. Сонда Жәдік Жәнтекеймен шу жаласып тұрған Шеруші ұрпағы, «Туымадан туған жоқ едік қой, біздің не иісіміз шықты» деп, кешпес күнадай, ермейтін бір тоңды қарынның бір жақ құрышына сақтапты да қалыпты. Шеруші баласының шөміштен қағылуы бұл ғана емес сияқты. Бұдан да арырақта жатқан көрінеді. Қалбадан Өр-Алтайдағы байырғы мекеніне үдіре көшкен керей, төресін сауырға тастап, өздері Алтайдың күнгөй бетіндегі саусақтың саласындай тарамы көп, құйқасы қалың, түңкесі мол өзендерге отық-отығымен келіп ірге теуіпті. Мысалы, Шыбарайғыр қабаның батысында қалса, Жәдік қабаның шығысы мен бұрышында қалыпты. Қалың Жәнтекей Қырам мен Қарертісті сағалапты. Қарақас Молқы баласы Көктоғай мен Қос Шүңгілге көң төгіпті. Ордың қарағашынан бастап бөлінген басқа керей баласының ұлтандысы ар жақта қалып, Өр-Алтайға жеткен ұрпақтары тіршілік ыңғайына қарай бытырай қоныстаныпты. Ал Шеруші баласы онша бөлініп жарылмай келсе де, Алтайдан аты белгілі бір бұлақ түгел тимесе керек. Шеруші нәсілі осыған да кейістеп жүргенде, әлгіндей мәнсәп сыбағасынан да шөміштен қағылғаны қосылып, олардың асқазанындағы запыранын қалыңдата беріпті. Осыған зығырданы қайнаған Ақтай мен Бозтай кейінгі ұрпақтарына ожық көшсе жұртына шаппас қонатын қырсықты қашанға дейін арқалаймыз деп,
ортақ өгізден оңаша бұзаудай, өз қотырын өзі қаситын өзге бір өріс табуды ескерте береді екен. Содан кейін Ақтай мен Бозтайдан соңғы шерушіден шыққан мықты жылқышы бір ойратты желкелеген қазақтығына буланып, екінші жағынан атарманына мұрагерлік қылып, қобдаға күн салып қарай беріпті. Барды келді қыла жүріп, қараған қанымыз бір ежен ғой. Киіз туырдықты қазақ қалмақ баласымыз, мені өз туысым жарытпады. Алашым болсаң да сен жарылқа деп, қалмақ төрелерінің бірін алдап, бірін арбап жүріп, жамбас сиятын орын тауыпты. Әйтеу барған соң төремді де ала барып, қазығымды мықтап қақсам деген бақай қулықты да ішіне құпия бүгіп жүріпті. Мұны сырттай сезген жәдік баласы, қазан аузы жоғары түрт сайтан деп сәтін тосып жүреді екен. Қожамжарды янаттап, бықыштан жөнелткен қатты Қароспанның жолда жылқышыға көрсет деуінде де, жылқышыны үрдеп, төрені аралдан тайдырып жіберудің жылқышы мүддесімен сәйкесетін осындай бір есебі бар көрінеді. Жәдіктің бақай қулығын я сезеді, я сезбейді, әйтеу төрені жүкке салып жіберген жылқышы қобдадан өр салуға жол ашылатынын анық біледі. Сондықтан Қароспанның қағазын әкеліп көрсеткенде, көпке дейін жауап қатпай тұнжырап отырып қалған. Ол ойын асықпай қортып, бірдемнен кейін әзер жауап қайырды. Ізгі жолмен жүрген жоқ екенсіңдер. Тек түбі қайырлы болсын. Төренің ауылына ертең қонаға барыңдар. Таңертең жайымен тұрып, аттарыңды ерттеп қойып, төреге қатты сон көрсетіңдер. Оған дейін мен де төреге амандасу, жоқ сұрау, қымыз қыдырып ішу сылтаумен бөліп-бөліп 60-70-тей жігіт жіберермін. Әңгімелеріңнің үстіне барар, қалғанын өздерің көрерсіңдер, деді. Бақыш жылқышының айтқанындай істеп, қағазды төреге таңертеңгі шайдан кейінгі қымыз үстінде ұсынды. Төренің өзі хат танымайды екен, қағазды оқымынан деп қымыз құйып отырған баласы Самырқанға тастай салды. Самырқан хатты оқып шығып, өңі бұзылып, тізесінің астына басып қойды. Хатта бір жайсыздықтың барын сезген төре: «Не дептей, оқысаңшы!» деп баласына қайта-қайта ақырған соң, хаттағы сөзден бұрын әкесінің жолсыз өктемдігіне ыза болған Самырқан: «Оуып жіберетін болсаң, жәдіктің екі бейі боқтап алып, тоқымыңды торғайдай тоздырамыз депті, мә» деп қағазды әкесіне лақтырып жіберді. Ашуға булыққан төре Бықышқа қарап: «Шын солай дедім-ей!» дей бергенде Бықыш: «Пайғамбардың сәлемі дарымаған, тектінің тегін танымаған, әптігі әлі басылмаған, басынан сөз асырмаған қырыс төрені біздің жәдік сәнге боқтап, сәнге сабап тоздыратыны рас», деді. Бықыш ыза болғанда түтігіп, түкірігін шашыратып сөйлейтін адам еді. Әлгі сөзді айтқанда төреге түкірігі шашырап кетсе керек. Төре: «Сөйлейтін неме болсаң, түкірігіңді шашыратпай сөйле» деп ақырып қалғанда Бықыш: «Шыдай алмасаң жарылып кет, ал ендеше» деп төренің жүзіне де, баласының жүзіне де түкіріп жіберді. Төре: «Әкел қамшыны, жатқыз алдыма, түр құйрығын» деп ақырғанда жылқышы жіберген 70 жігіт 8 қанат ақ орданы керіп тұра қалды. Ордасы шағылатынына көз жеткен төре: «Хап бәлем, хап» деп отыра кетті. Бықыш: «Таныған шығарсың бәлем төрем. Тартыңдар жігіттер атты» деп аз аттап далаға шықты да, байтайлақ жантайлап атқа мініп жүре берді. Өктем күшке ештеме істей алмаған төре адамдары сілейіп тұрды да қалды.
Жарылуға таяған Қожамжар енді кімге қылыш суырады? Аралда қоралас отырған шерушіге ме? Істеп кеткені әлгі сол сыйда жеті басып жатыр. Жәнтекейге ме? Жоқ, тентегі көп аралдағы Сәменбет баласының өз-ақ тапап кетер. Енді қайту керек. Ақылдасуға тура келді де, өбірі сөбірілері мен төлеңгіттерін жиып алып кеңес сұрады. Тым асып кетіп едік, өзімізден болды, деді біреуі. Жәдіктің осы екі биі қашанда алдымыздан шығады да отырады, деді тағы бір тобы. Ақырында, арал бізге енді қоныс болмайды. Жәдік пен шерушіден араны алыс салу керек, деген қорытындыға келді де, анадағы Қалдыбай ат шалдырған Тұмбарқылы, көрмегенім арал болсын деп, екаша Мөңке жақтағы Жәнтекей ішіне көшіп кетті. Бір зәңгілік төлеңгіті қалың қарагер жылқысымен ауған төрегі, өзі сыйыспай жатқан Жәнтекей іші түбесөлі қоныс бола алама. Қоныс болмаса, босқан түрі тағы бір белдасар. Барған жеріңе балдайсың деп, ішінен сақ-сақ күлген жылқышы, кеткеніңде сауырыңнан сыйпап, қош дей алмай қалған айыбымды кеш төрім. Ізіңді суытпай артыңнан іздеп барсам, сен де сақ-сақ күлерсің. Сеннен бұрын Жәдік Жәнтекейдің қорсынғаннан құтылған мен қуанамын деп, желпініп қала берді. Төрі ауды. Аралдағы Қожамжар жұрты қаңырап бос қалды. Екі қарға таласса, бір қарғаға жем түскендей, тұмбаның ар жағында ғана тап бермеде жайлап отырған Құлтай Болат ұруларынан шағын екі-үш ауыл таласа тармаса көк жотаға келіп қонып алды. Бұл хабарды құлақтанып отырған Қанымай бәйбіше Өміртайға 50-60 жігітті дайындатып, Ақбұлаққа дереу жүк салғызды. Жүкке Шитібай дейтін өлмелі шалдың үйін түсірді. Мықты жігіттерді арт жаққа жасырып қойып, бірнеше адамды ғана Шитібайдың қосымен бірге әкелген болатын. Бұрын келіп қонып алған Құлтай Болаттардан 10 шақты жігіт жиналып келіп, «Мына Салпанқұлақ байғара кімді басынады? Қоныс бұрын келген біздікі. Көшеше көш» деп, Шитібайдың қосын жүнше түтпесі бар ма? Сес көрсетіп көтерген қамшылары Шитібайға тиіп кетісімен көктен іздеген жерден табылған өлмелі Шитібай мұрттай ұшты. Бағанағы тығып кеткен жігіттердің бірнешеуі ой бауырымдап барып Құлтай Болаттарға килікті. Құлтай Болаттардың бір үйін көшіріп келіп, Шитібайдың үстіне әкеліп тікті. Шитібайды ақ кигізге орап, басын қыбылаға қаратып сұлатып салды. Шитібай да ақ кигіздің ішінде жатып, «Әйті өлдім ғой, тірілмей шыдай тұрайын. Қимылдайтын жерлерің осы» деп сыбырлап қояды. Байғаралар апы кіріп, күпі шыққан сарпалдаң жүрісті мол айтып жіберді. Тығып отырған көп жігіт өре-түре көріліп, дайындап әкелген қара туларын тігіп жіберіп, екі-үш ауыл Құлтай Болаттың үстін ой бауырым салып айнала шауып, жарғы жара бастады. Жетікке саяқ қосылып, әп-сәтте аз ғана Құлтай Болатты тоздырып жіберді. Сонымен пәледен машайық қашып құтылғандай, Құлтай Болаттар келген іздермен тұмбадан қайта өтіп, өздерінің мөңкесіне қарай тайып тұрды. Құлтай Болаттар кетер салысымен көрден жаңа тұрғандай, Шитбай да ақ киіздің ішінен шығып, қара қосын Қожамжар төренің жұртына қайтадан жөндеп тікті. Сарсүмбеден шығып, жолда үш қонған Өміртай тобы, төртінші қонақта Қалдыбай құнанын шалдырған тұмбадан өтіп шығып, бірінші рет Шитібайдың қосын қондырған құтты қонысына аман есен келіп жетті. Сар жайлаудың қысқа таңына қамбаған ұйқының есесін күндізден қайратын Өміртай аулы
бүгін де ыңыранып жай оянды. Күндегі әдеті бойынша Байғараның игі жақсылары Қажы ауылына түске таяп қалғанда жиналған болатын. Үлкен ақ үйдің дәл ортасында әр талы жылқының төп құйрығындай қайратты, қара сақалды, тоқпақтай мұрты бар, күдістеу келген сазандай ақсары адам сыбызғы тартып отыр. Төбесін ашық тастап, төрт қаттап орай тартқан ақ шытымен сол жақ көзін болар-болмас күлегейлеп қойыпты. Тегі сол көзінің бір жерінде жасыратын ақауы бар сияқты. Ақжейденің екі білегін сыбанып алып, бар өнерін талдан ойып, сыртын шекпен қаптаған, төрт шеріктей ғана тынысы кең аспапқа салады. Алдында ыдысқа құйулы су тұр. Аңыраған ашық әуен шырқау шегіне барып алып, қайта қоңырлағанда, өмір толғауының қатпары көп күңгіріне ұқсайды. Тарихтың қағылып жатқан қанатындай, көместе көрнеу сырлары сыбырлап, қалғып бара жатқан сезіміңді тітіркендіріп оятады. Сыбызғының бас жағын тіске сүйеп, өңешіне өлшеммен өн айдаған Иман байдың еріндері бүлкілдеп, екі қолдың бірнеше саусағы сыбызғының балағындағы тесіктердің үстінде жыбырлай жөнеледі. Күй уазының аяқтауына жетіп асатын ұзақ тыныс күйшіні талықтырғаны сол, қайта шабыттандырып жіберді. Оның күре тамырлары білеуленіп, денесі күймен бірге тербетілген өзгеше бір құбылысқа келді. Иманбай ең алдымен көкбөрі күйін бір тербеп сықпытып шықты. Ол топ жарып күй бастарда сыбызғы көмейін қашанда осы көкбөрі күйімен ашады. Мұның себебін сұрағандарға әукес түсіп айтқысы келсе, былай деп баяндар еді. Жігіттік шағымның жаңа басталған кезі болатын. Ұзақ жолдан шаршап келе жатып, атыма дем алдырайын деп, керігімді жалаңаштап қаңтардым да, ерімді жастанып жата қалдым. Көзім ілініп барады екен, құлағыма бөрінің ұлыған дауысы келді. Ұшып тұрып маңайыма қарасам, ештеме көрінбейді. Ерімнің үстіне бөксемді қондырып, тыңдасам, ештеме жоқ. Сонсон қамшымды маңдайыма тіреп отырып, және тыңдадым. Дыбыс білінбейді. Сол бойымда қалғып кеткен екем, бетімді бірдеме жыбырлатады. Ұйқылы көзіммен жел қозғаған шөптің басы шығар деп сыйпап қойдым. Тағы жыбырлатты, тағы сыйпадым. Тағы жыбырлатқан соң көзімді ашып қарасам, тайыншадай қара көк арлан бетімді құйрығымен желпіп тұр екен. Шап беріп құйрығынан ұстай алдым. Ол мені сілкіп тастап, басыма шапшып еді. Сол көзімнің оты жарқ ете түсті. Ай, құрған деген осы екен ғой деп, қолымды қоншымдағы пышағыма апарып едім, бөрі көзден ғайып болды. Бет аузымды сыйпасам, сол көзімнің үстіңгі терісі жыртылыпты. Бірақ шыққан қан жоқ. Және ауырмайды. Ауылға келіп, болған істі ұлы кәрілерге айтып едім, біреу отырып, арғы төп тұқиянымызды жетім қалғанда көкбөрі емізіп баққан дейтін аңыз бар еді. Киең болғалы жүрген шығар деді. Енді біреу отырып, көкбөрі Қорқыт атаның қорғаушысы, жол бастаушысы болған деді. Ақырында бағдарған түп қазығымыз ғой деп қажыға келіп едім. Ештеме етпес, елге дабыра қылма. Мұнан кейін бөрі баласына тиме. Біреу берсе тиерсің, өзің қасқырдан ішік жима. Андағы жараңды жасыра жүр. Әулие әмбие қолдап, аруақ қорғап, көкбөрің демей жүрсін деп батасын берді де қойды. Осыдан бастап денемде бір түрлі қиналыс пайда болды. Қиналған кезімде еріксіз айғай салып ұшып тұратын болдым. Бара-бара қолыма домбыра алып,
көкбөрі деп сарнайтын әдетке ауыстым. Міне, менің сыбызғыны да, ала сұрған айғайды да көкбөріден бастайтын себебім осыдан дереді. Күй аяқталды. Сыбызғышы алдында тұрған суға сыбызғысын қандырып суарып алды. Ой пәле, Аллаң жар, жаның берік, пәле қалаң күйрек болсын. Атап-атап тарт, деді төрде отырғандар. Нені қалайтындарыңды кім біледі? Тел қоңырды, аңырқайды, жоқ балжыңгерді. Ар жатқан аңыздық айтеміз, өзіміз білетін жақын заманнан қозға. Онда өрікті көлге келістік деп, жұрт бір ауыз болды. Ләппәй онда, деп сыбызғысын ыңғайлап алған Иманбай тағы да аңырата жөнелді. Кемерінен асып, астан-кестен шайқалған көл қайта сабасына түсіп, жай ғана леппен толқындағанда, күрсінгендей, өксігендей сыбыс шығарып, шар айнадан суреті көрініп тұрған шежіреші шалдай тіл қатты. Ұзақ күй екінші рет ойын алып, ысқырып барып тыңғанда, бейғажының бас жағында құс жастықты қолтығына қысып, ерліп жатқан сабылдық басын көтеріп алып, япырай, мұнауың қай-қайдағыны еске салдау сірә, деп қалды. Есіңе не түсіп кетті, Сабыл? Түседі, бірінен кейін бірі. Бәріңнің де естеріңе түсіп отырған шығар. Еңірететінде, ес жиғызатында, осы бір тесік қурайдың сарынай. Азап ауыр заман шіркіннің ауырын да жеңілінде көтеріп келеміз ғой. Сормен бағы егіз жаралған, қойсаңшы бұл қу жалғанды деп, қариялар ұзақ ыңыранысты. Жапырағынан айырылған сүркөй күздің сүреңсіз ормандағы сояу-сояу ағаштай сіңіріне сүйенген мынау шалдардың ар жағында не жатқанын, не айтып кеткісі келетінін білгісі келген жастар, қарияларға қарап құлақтарын түрісті. Қазақтың қанға сіңген салты бойынша әрбір өңірде өткен белгілі бір тарихи уақиға не ақынның тілінен, не сыбызғының көмейінен, домбыраның шанағынан қағыс қалып көрген емес. Ол қалыңдай беретін қаттамалардай сарғайған архив беттерін байыта береді. Сол маржандай тізілген қазынаны осындай бір келелі мәслихаттарда қайтадан ақтарып ашып, жаңадан еске түсіріп отырады. Бұл көзі түрі ұстаздардың кейінгі ұрпаққа айтатын өсиет намасындай немесе сабақханада өтілетін дәрістей жалғаса береді. Мінекей бүгінгі мәжілісте де дәл осындай бір келелі хикмет жатқан. Өрікті көл не сөйлейді Сабыл аға? Сабылдың айтқысы келмеді ме, әлде жол бергені ме? Оны ана кәлпенің өзінен сұраңдар, деп Иманбайды нұсқады. Иманбай да жауабын біреуге ұсынғандай. Моңғол жеріндегі өрікті көл жағасында өткен бір қырғынның куәсі деп тартушы еді бұрынғы сыбызғышылар. Мен соны ғана білемін. Айтушы ар жағын айтпаған, біз де одан арғыны сұрамағанбыз, деді де қойды. Кәлпе көкбөрісі құлағына сыбырламаған ақбарды албат айта бермейді, деді. Емге бір тал қара жоқ, кесер басы түгел ағарып кеткен бір қария. Айтатын адамнан адасып отырсыңдар дегендей маған сілтеп отыр ғой. Шын білгілерің келе ме? Ой баба, білгенде қалай? Ендеше мен айтып берейін. Қарт сөзге кірісті. Ақтабан шұбырынды Алқакөл сұлама деп аталатын құба қалмақ заманның босқыны бізбен ғана тынсын деп білген еді. Сол дәуірдегі ата-бабаларымыз. Аламаны аттан түсіп, алаштыным тапқан. Бұл замандағы жер ау немнің сүргін екенін ойлағанда, адамның ақылы жетпейді.
әуел қазақ үшін жері ұғыз деген 1000 жыл бұрынғы асан қайғы қайта туған ба деп қаласың. Кінәні кімге тағарыңды білмесең де, кінәсі көп бір бұлғақтың болып өткені рас еді. Әйтеу байқұс қобда жеріне ауып барған керейдің сорына біткендей, ата тегі белгісіз, дәмби жансан дейтін, көгенжап қалмақ ойда жоқ жерде тұғырға қона қалмасы бар ма? Әлгі шіркін қайта туған әмір сана мен боламын деп, қобданың қазағын ұранқайларға қосып, ұршықша ерген бір заман болған. Сол неме елді еріксіз дөrbіт жеріне